Мәссаған қыздың әдемісін ай. Саламатсыз ба? Я Мая деген, мен мороженое құюға адам керек дегенге звондап едім. Жоқ, мен жұмыс барысында таныспаймын. Не болды, өзіңше болып тұрсың? Мен әшейін инстаңызды сұрадым ғой сіздің. Брат, таныспаймын деді ғой, қоя салсай. Ойбай, родной, ренжімеш болды. Қазір кетем. Сізге де көп рахмет, бағана күшті көмектестіңіз. Жотам, братан, жайша шақырдың ба? Жайша болмай тұр ғой. Айтса не болып қалды? Кеше бір қыздың инстасын сұрап едім, басқа бала келіп мылтықта қап мені қорқытып, сосын қашып кеткен едім. Ма, братан, сен деген ауылдағы авторитет емессің ба? Кім қорқытып жүрейді? Білмем ғой, ол баланы өзім де танымадым жота. Содан жақсылап тұрып бір кек алу керек болып тұр. Братан, кек алғанда не ғой, арты атыс болып кетіп, ондай өкіп жүрмей ма? Жоқ, тек қорқытып сабасына түсіріп қойсақ болды. Короче, мен оның адресін тауып алдым, енді сол жаққа барып машинасын алып кетеміз. Болды ғой, братан, сен үшін любой нәрсеге тұрып берем ғой мен. Мая қойшы. Ё-моё, братан, осы үй ма? Что-то қорқынышты ғой мына жер. Нан таныстар да мықты сияқты, братан, может қайта саламыз? Может, інім, қайдағы қайтқан кек алмай қайтпаймын мен одан. Былай тұршы, дым көрінбей жатыр. Неғып тұрып алғансың, көріп қояды. Ой, біліп едім сенен дым пайда жоқ екен. Қара қалай алып кету керек. Братан, отморозок екен ғой, ё-моё. Братан, істеген тірлігіміз точно дұрыс па? Қорқа бермеш деймін, не болды? Тіріліп кетіпсің. Жоқ, просто дұрыс емес сияқты, братан. Көрдің бе, братишка, бәрі ойдағыдай болып жатыр. Братан, что-то қорқып жатырмын ше, ананың үйі деген қорқынышты. Анау не простой сияқты ғой, братан, может қоя саламыз, танысы көп сияқты. Болмашы, черт, машинаны ұрлап кету ол бастамасы. Қалай бастамасы, братан, болған жоқ па не машинамен? Вообще қумай тұр, сен қайдағы болған жоқ па, мен әлі оның қызын ұрлап кетемін. Қайттан жұмысқа бару керек па бүгін? Бірақ Мая келгелі бер, жұмысқа баруға деген желание ашылып жүр что-то. Бүгін тағы 3-4 мороженое жейтін сияқтымын ғой, Блин, кеше тармай істетпей Мая нөмірін алып қалу керек. Будильникті 7-ге қойған сияқты едім. Неғып 8-де ұрып тұр бұл. Бастықтан ұят болды ғой, қайта кешеге бер. Қойш, бәрі емес, далағандай болып тұр екен оданша. Мая ауласында жүр екен ғой, блин, уақыт жоқ оған сөйлесуге. Что-то менің машинам қайда? Кім ұрлап кеткен менің машинамды? Ё-моё, мен еще багажды жаппай қалдырып кеттім. Ой, проблема. Әкең ауызай. Маядан сұрап көрейінші, может білет шығар, түсінмей ұйықтамаса есіл. Мая. Мынау Адик па? Таң азанмен не керек болды екен? Мая, қалайсың? Не ғана машинамның багажын жабуды ұмытып кеттім, сон машина жоқ қазір. Машинаны ұрлап кеткен ба не сонда? Шынымды айтсам, мен байқаған жоқпын біреудің келгенін. Рахмет, соны сұрайын деп келген болсаған. Жарайды, онда мен бара берейін, машинаны іздейін ба, или жұмысқа барам ба? Ё-моё, кімге керек болды екен ол машина? Өзімен өзі тұрған еді. Амал жоқ, жұмысқа скейтбордпен барамыз енді. Ё-моё, қашан жетем мен мына түрімен? Енді бастық жұмыста болмаса екен, а то миды жеп қояды да ол кісі. Наконец-то бастық жұмыста жоқ болатын күні бар екен ғой. Так, енді тез машинаны табу ғана қалды. Блин, Адик мені бүгін үйге шығарып салмайтын болды ма не? Қой, оны ойлай бергенше жұмысқа барайын, апай күтіп қалған шығар. Что-то бүгін клиенттер аз сияқты. Кешегі бандиттер келіп қайттан тиіспесе екен. Так, братан, енді не істейміз? Қызының адресін білесің ба, хотя бы? Адресін тауып алдым, енді сен кіру керексің, а то мені танып қалады. Оны да әкеліп қамап қою керек осы жерге, сол кезде жігіті есін жинайтын болады. Братан, сені сыйлаймын, конечно, но қорқып тұрмын кішкене. Көтек, не айтып тұрсың сен? Сен менен қорқасың ба, әлде қыздан қорқасың ба? Болды, братан, сенен қорқам сені. Қой, братан, тұрайық онда, іске кірсейік. Давай, мен саған адресін көрсетейін. Так, братишка, міне адрес. Сен өтірік бастықтың атынан барған болып, мына сусынды бересің. Ішінде ұйықтататын дәрі салынған. Ұйықтап қалған кезде біздің базаға келесің, қамап қоямыз. Ё-моё, братан, ұйықтататын дәрі? Мынау слишком емес па? Мынаның иісі де сасық қой. Бізді біліп қоймай ма? Қорқа бермеш деймін саған. Біліп қоймайды ештеңені, өзі де аңқау қыз. Давай онда іске сат, мен базаға барып отырам. Шынымен мынаның иісі сасық қой. Братанға сенейік ал, аңқау қыз шығар шынымен. Так, саламатсыз ба? Мен бастықтың көмекшісі боламын, мына сусынды сізге беріп жерсін деген. Алдыңғы күні жақсы жұмыс деген үшін мына сусын сізге сыйлық. Рахмет. Как раз шөлдеп қарным ашып отырған еді. Мынау шынымен аңқау екен ғой. Жарайды, онда мен барып отыра тұрайын кішкене. Мына судың дәмі біртүрлі ма? Басым айналып кеткен, несі что-то бірдеңе дұрыс емес сияқты. Басым айналып отыр. Тірлік тез бұлай бітеді деп ойламаппын. Жақсы болды, бастықтан миды мыжымайтын болды. Ойбай, мына қыздың ауырнай немене ойлайды, денесі кішкентай болса да.
мә мына көтек бірдеңені білдіріп қоймаса болар еді, лучше басқа біреуді жібере салу керек пе. братан мына қызды әкелдім, денесі ауыр екен, салмағы да. Айттым ғой братишка, бұл деген аңқау қыз де. Болды, пока что барып қамап қояйық бұл қызды. Анау жігіт сымағы өзі келетін шығар. братан абайлайықшы, че-то анау жігіті де непростой адам сияқты ғой. Ё-моё, қаяққа тап болдым мен. Мынау қандай жер өзі? Ей, жаңа ғана мороженое сатып отқан сияқты едім ғой мен. Шығарыңдар мені, шығарыңдар. Полицияға айтып беремін мен. Оянған сияқты жаңа қыз. Тоқташы, мен барып сөйлесіп келейінші анаумен. Тағы да привет. Айттым ғой саған кеше инстаграмыңды бер деп. Сол кезде бере салғаныңда бәрі жақсы болатын еді. Енді өзіңе қара, отырсын қамығып. Ешек бас, сен ба мені алып қашып кеткен? Шығар мені тез, мен полицияға айтып беремін бәрін. Қойшы, отыршы тыныш. Полиция деген анау сенің жігітің ба? Жоқ, ол менің жігітім емес вообще. Қойшы, кімді алдап тұрсың? Кеше ғана сен үшін маған мылтықта қаған жоқ па? Жоқ, жігітім емес ол менің, жіберіңдер деймін. Қойшы, болды, отыр осы жерде, сен мендіксің. Көрейік ал жігітің сені алып кете ала ма? Блин, Адик маған ешкім емес қой, ол мені алып кету үшін. Болды ма енді осы жақта қаламын ба мәңгілік? Мына жұмыс деген че-то созылып кетті ғой. Тез үйге қайтайыншы. Мая не істеп жатыр екен? Маяны көргім келіп кетті ғой. Так, Мая үйіндемеген. Екінші рет кірсем ұят болмайды жария, уже таныс сияқтымыз ғой по идее. Мая қайда? Мына жақта да жоқ. Обычно осы жерде отыратын еді ғой. Блин, комнатасына кіріп көрсем беген, мына жақта. Ё-моё, мына жақта қанша постель тұр. Так, тоқылдатып көрсем ештеңе болмайды жария. Мына жақта ешкім жоқ қой. Біреусі тұра ма сонда мына жақта? Жарайды, может екінші үй жағында шығар. Мая, қайдасың Мая? Мая мына жақта да жоқ қой, не болды бұл қызға? Так, мұнда бірдеңе дұрыс емес сияқты, че-то Мая түнде жүретін қыз емес сияқты еді. Блин, нөмірінде алып қалмаппын звондап сұрайтын. О, жұмыстың машинасының бір пайдасы дейді ғой хотя бы. Мая бірдеңеге тап болған сияқты, аты ол деген үйінен шықпайтын қыз еді ғой, че-то іздеп келмесем болмайды сияқты ғой. Тоқташы, мына жерде бұрыннан осындай үй бар ма еді? Че-то ай таныс емес. Тоқтай, ана жерде менің машинам тұр ма? Мынау кім тағы? Бізге че-то қонақтар келген сияқты ғой. Айттым ғой братан, оның таныстары көп, простой адам емес деп. Қоя тұршы сен. Сыртта не дауыстар шығып жатыр? Мыналар мені сатып жіберейін деп жатқан жоқ па? Наконец-то машинамды таптым. Бұлар оңайлықпен құтылмайды енді. Мылтықтарым қайда менің жұмыстағы? О, как раз осы мылтықты қолданып көргім келіп жүреді. Так, бұл полиция, қолдарыңды көтеріңдер. Братан, мен емес ол, мынау айтқан. Мен вообще тиіспей-ақ қояйық дедім, айттым оған простой адам емес деп. Мал, сен неғып мені сатып жатсың кетші, шын мен айттым ғой мен саған простой адам емес, кете салайық деп. Адик келді, Адик. Сендер еще Маяны да ұрлап кеткенсіңдер ма? Болды, жігіттер, оңайлықпен құтылмайсыңдар сендер. Достар, егер жалға шықсын десеңдер, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.